Қанаттарыңды жинаңдар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңдар. Мен түннен кейін ұйқымды ашпадым. Так что тыныш отырыңдар. Қазір сабақта кім бар, кім жоғын тексеріп жіберейін. Так, Бүркіт Еркіндікұлы. Крутой Бүркіт осында, апай. Жақсы, даусың тым қатты шықпасын. Аққу Махаббат қызы. Мен де осындамын. Сұлулығым әлемді құтқаруға дайын. Қарлығаш Қасияновна. Осындамын, апай. Таң атпай тұрып, парталарды сүртіп, класты тазалап қойдым. Керемет. Ақ қалғандары қайда? Сауысқан Өсекбаева неге жоқ? Ой, апай, Сауысқан бүгін келе алмайды. Кеше түнде көрші ауылда тауық қорасында үлкен той болыпты деп, енді түнімен ұйықтамай бүкіл қызық жаңалықтарды тиктокқа шығарып, қазір басы ауырып, даусы қырылдап жатыр дейді. Әне, әлеуметтік желінің кесірі. Жапалақтың шылы қайда? Жапалақтың сылтауы дайын, апай. Ол кеше түнде түнгі қала деп трендке видео түсіремін деп жүріп, бағанаға басымен соғылыпты. Қазір ауруханада мен құс емес, мен тікұшақпын деп қуып жатыр дейді. Ойбай-ау, мынау масқара ғой. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Ойбай-ау, мынау масқара ғой. Күнесің кептер қызы қайда? Тағы да бүкіл ауданның хаттарын тасып почтабай болып жүрме. Сабақ басталғалы қашан? Так, қанаттылар, бүгінгі тақырып өте маңызды. Бүгін біз Микрофон сайта бершейші. Микрофон сайта. Бүгін біз менің арманым және мен кіммін және менің арманым тақырыбында эссе жазамыз. Үкапай, мен бірінші. Мен ең мықты қызбын. Мен көктем келісімен үй салғыш үздіктер секілді бірінші болып мен жетемін. Мен келмесем, сендерге көктем де болмайды. Мен ең еңбекқор қызбын. Сабақ сайын қана түсірмейміз, қыздар. Бірақ мына әлемде ең эстетичный, ең сұлу, миллиондаған просмотр жинайтын мен ғана. Мен көлдің ханшайымымын. Мен жүзгенде балықтар автограф сұрай бастайды. Ей сыныптастар, сұлулық пен ұсақ текті қойындаршы, желдің бәргінге қарап бойын түседі, әрине маған. Мен Бүркітпін, аспанның королімін. Мені бір көз қарасынан бүкіл шыққандар инфаркт алады. GPS-тің өзі мен биіктігімен жете алмайды. Мен ұшқанда бұлттар маған жол береді. Тыныш. Орманзаны қайда? Бүркіт, эссенді бұлшықетпен емес, мимен жаз. Отыр орнына. Аққу, айнады тық, әйтпесе сабақтан шығып кетесің. Эх, Үкапай, сіз менің табиғатымды түсінбейсіз. Менің сұлулығымды Париждегі Эйфелева башнясы ғана түсінеді. Немесе әлгі жалпақталдағы ынтымақ мұнарасы. Мен оның үстіне барып, фотосессия жасауым керек. Ойбай-ау. Donnez-moi une fille favorite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi. Ойбай-ау, ынтымақ мұнарасы дейді ғой. Ол мұнараға мына сен үлкен қанаттарын сыймайды да. Ол мұнараға мына мен сияқты фигурасы барлар ғана сияды. Ей қыздар, босқа таласпаңдар. Сол ынтымақ мұнарасының үстіне мен ұшып барып ұя саламын. Кім мықты? Тағы да мен мықты. Сүйінші, халқым, құстарым, қанаттастарым, қазір эссе жазып бас қатыратын уақыт емес. Мен жаңа ғана әкімдіктің хаттарын тасып жүріп, Инстаграмнан Теректі ауданында үлкен бёрден жарысы болатынын көріп қалдым. Анда адамдар дүрбімен, үлкен фотоаппараттармен жүреді екен. Кім ең ерекше суретке түсіп, креативті көрінсе, соған үлкен сыйлық және Инстаграмнан миллион подписчик береді екен. Ережелердің барлығын да оқып шықтым. Бізге тез арада Теректіге бару қажет. Не дейді? Фотоаппарат, миллион просмотр. Онда менің жалпақталдағы ынтымақ мұнарасының үстінде фотосессия жасаймын деген арманым Теректіде орындалатын болды ғой. Қане кеттік, мен дайынмын. Ойбай-ау, Теректінің орманы мен көлдері кем ғой. Ол жерден ұя салатын маған таптырмас локациялар көп екен. Мен барлығын өз шыдамдығымен таңғалдырып бірінші орынды аламын.
Да ты что? Ойбай, босқа армандамаңдаршы. Сол Теректің кең даласына мен ұшып барып. Сол Теректің кең даласы мен аспан тек мен сияқты мықтыларға арналған. Мені көргенде басқа құстар бәсекелес емеспіз деп қанаттарын жинап үйлеріне қайтады. Қане қанаттылар, жиналыңдар. Одақта жайық өзені бар екен. Табиғаты керемет. Тез жиналыңдар. Тоқтаңдар, халқым, құстарым, қанаттастарым. Біз Теректі ауданына жарысқа елге үлгі болу үшін бара жатырмыз ғой. Бүркіт, сен күштісің, бірақ татулық жоқ жерде күштің не қажеті бар? Аққу, сен сұлусың, бірақ сұлулық әлемді құтқарғанмен ұрыс керісті тоқтата алмайды. Қарлығаш, сенің еңбегің бәрімізге үлгі. Біздің күшіміз ынтымақта, бірлікте, кейінде ренжіспей біздің сүйікті әнімізді айтайық. Еңбек етсек талмаймыз, жеңістен біз